Кейінгі жылдары скандинавиялық жүріс кеңінен қанат жайып келеді. Кеншілер қаласының қыз-келіншектері арнайы қауымдастық құрып белсенді өмір салтын насихаттап жүр. Таңатпай күнгей ауданының тұрғындары күнделікті әдетіне айналған 12 мың қадамды жүріп өтуге дайын. Қарлы боранда да, нөсерлі жаумен, қақаған аязда да алған бетінен таймайтын олар тілшімізге жаңа өмір салты туралы әңгімелеп берді. Скандинавиялық жүріс кез келген жастағы адамдарға пайдалы. Бұл спортпен айналысқанда бұлшық еттің 90% шынығады екен. Ал омыртқа мен буындарға түсетін күш 30% төмендейді. Жүрек соғысы да жиілеп, қан тамырларына жағымды әсер етеді. Салтанат Шайықова туғаннан бері өкпе дертімен арпалысып келеді. Былтыр оның өкпе көлемі небәрі 47% болған. Ал арада бір жыл өтіп, күнде таң шапағымен бірге серуендеуді дағдыға айналдырған соң, көрсеткіш 67% артып, ақ халаттылардың өзін таңдай қақтырды. Таңертең 5 болмай тұрамыз, таңертең 5-тен кете шығамыз. Осы жүрген кезде өзіміздің көңіл күйіміз көтеріліп, энергиям жақсарып, сөйтіп жақсы әсерлі жүреміз күні бойы. Расымен кейінгі жылдары екі таяқшамен кетіп бара жатқан адамдарды жиі кездестіреміз. Негізінен егде жастағы кісілерді көп байқағандықтан болар, бұл қарттарға арналған спорт деген түсінік қалыптасқан. Бірақ ол мүлде олай емес. Мәселен, қаламызда құрылған қауымдастықта таңғы серуенді әдетке айналдырған 100-ден аса жан бар. Бұл істің ұйытқысы бір ғана азаматтың алғашқы бастамасы еді. Таң шапағымен далаға шыққан Қызжібек Қасымова әуелі бір көршісін, артынша екіншісін еліктірді. Ал Қызжібектің өзі скандинавиялық жүрістен буын ауруы мен ентігудің шипасын тапты. Дәрігерлердің айтуынша мұның бәрі күйзелістің салдарынан болған. 6 баланың анасы, ерекше күтімді қажет ететін қызы бар Қызжібек бір күні қызының оңалту орталығында жүріп, өмірін түбегейлі өзгерткен ой түйді. Сол өзгеріс кейін 100 әйелдің тағдырында басқа арнаға бұрды. Таңда оянғанның өзі бақыт. Жаяу жүрудің өзі енді мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын, қандай кереметтігін енді өздеріңіз білулеріңіз керексіздер, жүріп көрулеріңіз керексіздер. Денсаулыққа өте пайдалы. Таңертең тұрып ыстық суымызды ішеміз, контрастный душ қабылдаймыз, сосын барып 5-тен 10, 5-тен 15 кеткен кезде уже келіп, осында міне алаңға жиналып, жаттығуымызды жасаймыз да, әрі қарай 10-15 мың қадам жүріп келуге тырысамыз. Қазір бұл бастамаға еліміздің өзге де қаласынан қыз-келіншектер қосылып жатыр. Ортақ чатта 130-дан астам адам бар. Топ мүшелері жаттығуға ыңғайлы орын таңдап, кейін сурет пен бейне жазбаны есеп ретінде бөліседі. Сонымен қатар олар жүріп өткен жолында кездескен қоқысты жинап отырады. Осылайша өз денсаулығына ғана емес, табиғатқа да жанашырлық танытуды ортақ құндылыққа айналдырған. Адамға жалпы керек нәрсенің барлығы тегін. Міне, таза ауамен демалып тұрмыз, тегін. Жаяу жүр, міне, пожалуйста, жаяу жүр, тегін. Міндетті түрде жаңағы спортқа ақша құртып, ол не емес, жаңағыдай міндет емес. Таңғы 7-ге қарай бірі жұмысқа, енді бірі бала шағасын мектеп пен балабақшаға апаруға асығады. Сол себепті белсенді тұрғындар таңғы 4:30-да оянып серуенге беттейді. Олар өз қауымдастығына біздің көрерменді де шақырады. Диана Саятқызы, Дмитрий Обрык, Равиль Валеев, 5-ші арна.